Сіз білесіз бе, холестериннің қанда жоғары болуы ол атеросклерозға алып келетін. Ал атеросклероз өз кезегінде инсульт, инфаркт сияқты қауіпті ауруларға алып келеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәрігер Алмат. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз холестерин жайлы, оның пайдасы, зияны және де қалай холестерин деңгейін төмендетеміз, сол жайлы айтып өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Себебі каждый комментарий жазылған сайын YouTube оны дұрыс деп, пайдалы деп, оны рекқа шығарады, рекомендацияға. Ал рекомендацияға шығып ол біреудің өміріне пайда алып келуі әбден мүмкін. Сол себепті комментарий жазып отырыңыздар. Ал мен бастаймын. Жалпы холестерин адам ағзасында барлық жасушаларында кездеседі. Холестерин жасуша мембраналарының түзілуіне қатысады. Холестериннің арқасында адамның жыныстық гормондар, яғни андрогендер мен эстрогендер синтезі жүреді. Майда еритін витаминдер А, Д, Е2 дәрумендері холестериннің арқасында сіңеді. Д дәрумені күн сәулесі мен холестериннің арқасында түзіледі. Адам ағзасындағы өт холестерин арқылы да түзіледі. Холестерин қанда белокпен байланыстырып тасымалдайды. Ақуыздар мен холестериннің бұл комбинациясы липопротеин деп аталады. Липопротеиннің холестериннің әр түрлері бар. Төмен тығыздықты, яғни жаман холестерин, жоғарғы тығыздықты липопротеин, яғни жақсы холестерин деп халық арасында солай айтылады. Сонымен қоса, үшінші ол триглицеридтер. Тығыздығы төмен липопротеин, яғни жаман холестерин, бұл біздің артерияларымызда жиналып, артық мөлшері олардың қан тамырларының қатаюына және де тарылуына алып келеді. Бұл процесті біз атеросклероз деп аталамыз. Сонымен қоса, ол қанның ағымын шектейді. И соңында инсульт, инфаркт сияқты қауіпті ауруларға алып келуі мүмкін. Екінші, тығыздығы жоғары холестерин, бұл жақсы холестерин деп аталады. Бұл холестериннің артық мөлшері артериялардан бауырға қайтадан бауырды ыдырап, ағза арқылы сыртқа шығарылады. Бұл ағзаға зиянсыз болып табылады. Үшінші, бұл триглицерид деп аталатын компонент. Бұл біздің денеміздегі холестерин деңгейін ұстап тұруда маңызды рөл атқарады. Бұл біздің денеміздегі майдың ең көп тараған түрі. Артық салмақ, майлы және қантты тағамдарды көп жеу, алкогольді шамадан тыс тұтыну қандағы триглицеридтердің деңгейін жоғары болуына алып келуі мүмкін. Бұл тоже біздің адам ағзасы үшін зиянды болып келеді, егер мөлшері жоғары болатын болса. Триглицерид деңгейінің жоғары болуы ол жүрек қан тамырлы ауруларының қаупін тоже арттырады. Ең бізде жиі кездесетін, жас адамдарда кездесетін, бізде отбасылық гиперхолестеринемия деген диагноз бар. Бұл өте редко қойылады, но бұл 20 жастан бастап холестерин деңгейі жоғары мөлшерде анықталады. Бұл кезде бұл холестерин жоғарылауын тудыратын, бұл ауру холестериннің жоғарылауын тудыратын және бүкіл әлем бойынша шамамен 34 миллион адамда кездесетін генетикалық ауру болып табылады. Егер емделмеген жағдайда бұл ерте инфаркт және де инсульт сияқты ауруларға алып келеді. Біз енді халық арасында естиміз ғой, біреу 20 жасында немесе 30 жасында инсульт, инфаркт алып қапты деп. Осының барлығы осындай холестерин деңгейін уақытылы қадағаламаудың себебінен болып табылады. Немесе оларда осындай отбасылық гиперхолестеринемия бар. Бұл ауруда жаман холестериннің жоғарылауы байқалады. Нәтижесінде холестериннің қанға жиналып, ақыр соңында артерия қабырғаларын тарылтып, қан ағымын қиындатады. Соның салдарынан инсульт, инфаркт сияқты аурулар. Онымен қоса, теріде пайда болатын әртүрлі ксантома, ксантелязма деп аталатын аурулар да пайда болуы мүмкін. Ал енді холестерин деңгейінің жоғары болуының қауіп-қатер факторларына келетін болсақ, ең бірінші бізде қай кезде холестерин деңгейі жоғары болуы мүмкін. Бұл қант диабеті, бауыр аурулары, өт аурулары, өттің толуы, холестаз сияқты аурулар, созылмалы бүйрек ауруы, қалқанша безінің аурулары, семіздік, дене салмағының тез төмендеуі, немесе жоғары болу дене салмағының, темекі шегу, дәрі қабылдау және де жүрек қан тамыры аурулары кезде холестерин деңгейі жоғары болады. Сонымен қоса, дұрыс емес тамақтану, яғни қаныққан майлар мен трансмайлар сияқты жоғары диеталар холестерин деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Қант пен крахмалды шамадан тыс тұтыну триглицеридтердің жоғарылауына ықпал етеді.
сонымен қоса жасы, жалпы адамның жасы ұлғайған сайын ода адам ағзасында метаболизм жасына сай өзгеріп отырады. Сол себепті жасына сай холестерин деңгейі де жоғарылап отырады. Жынысы, көбінесе жынысқа қараймыз, ер адамдарда холестерин деңгейі жоғары болып келеді әйел адамдармен салыстырмалы түрде. Себебі әйел адамдардың ағзасын қорғайтын ол эстроген гормоны бар. Ал әйел адам менопаузадан кейін ер адаммен қауіп-қатер факторы бірдей теңеседі. Холестериннің жоғары болуы ол ауыр аурулардың қауіп-қатер фактор болып табылады. Егер емделмеген жағдайда жаңағы айтып өткендей атеросклерозға алып келеді. Қайталап айтамын. Бұл өз кезегінде жүрек қан тамырлар ауруларына, инсультке және де әртүрлі жүрек қан тамыр ауруларына әкелуі мүмкін. Ал тығыздығы төмен холестерин неғұрлым жоғары болса, тәуекел соғұрлым жоғары болады. Жалпы бұл холестериннің жоғары болуының ешқандай белгілері жоқ, ешқандай симптомдары жоқ. Холестерин жоғары болуын тек қана қан анализі арқылы біле аласыз. Холестерин деңгейін 20 жастан асқан барлық адамдар кем дегенде 5 жылда бір рет өтіп тұру керек. 35 жастан асқан ер адамдар, 45 жастан асқан әйел адамдар. Сонымен қоса отбасылық тарихында жоғары болуы холестериннің, жүрек ауруы болуы, қан диабеті болуы, семіздік және де артериалды гипертония сияқты ауруы бар адамдар обязательно өтіп тұру керек. Кем дегенде жылына бір рет скринингтен өтіп тұру керек. Ал енді еміне келетін болсақ, бұның негізгі емі дәрілік препарат, яғни статиндер. Бұл статиндерге әртүрлі дәрі-дәрмектер кіреді. Жалпы статиндер сияқты дәрі-дәрмектер артық холестеринді немесе оның зиянды әсерін бақылауға көмектессе де, өмір салты мен генетика маңызды рөл атқарады. Сондықтан қауіп-қатер факторлары туралы ақпарат алу маңызды алғашқы қадам болып табылады. Жүрек қан тамыр денсаулығында холестерин төмендетуге ықпал ететін өмір салтын ұстануымыз керек. Оларға мыналар жатады. Күнделікті біз қолданатын жемістер, көкөністер, дәмді дақылдармен қоса тұзы аз диетаны ұстану, жануарлар майларын шектеуіміз керек. Пайдалы майларды қалыпты мөлшерін тұтынуымыз керек. Салауатты өмір салты, яғни денсаулық, дене салмағын сақтау, темекіні тастау, өзіңізге жеткілікті түрде физикалық жүктеме беру, алкогольді тұтынбау, стресс деңгейін бақылау, артық салмақтан арылу. Бұның барлығы біздің холестерин деңгейін жақсы нормада ұстап тұруына көмектеседі. Және де осы холестерин деңгейін жоғары болуына алып келетін сізде қандай да бір аурулар болса, қауіп-қатер факторлар болса, сол факторлардың жалпы алдын алумен басталады ең бірінші. Және де құрметті көрермен, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеп, денсаулығымызға дұрыстап қарап, салауатты өмір салтын ұстансақ, холестерин деңгейі дұрыс нормада болып қала береді.